Сабдәулет, өткен жолы уәде беріп едіңіз. Жарайсыз, жақсылап тұрып жасап әкеліпсіз. Клип сияқты бір дорамадан үзінді сияқты болып әдемі шығыпты. Бірақ соңы бар ма, әлде келесіде бола ма жалғасы қалай? Иә, мы еще увидимся деп тұр ғой. Иә. Әлде ол жалғасы осы қосылайық па? Вот, увиделись болып тұр ғой. Енді Балсахан қазір эмоцияға толып тұрмын, шешімді айтайын. Әлі жаңағы ситуациядан шыға алмай отырмын. Дегенмен иә, таныстықтар бізде болып жатыр. Кішкене алдында Сабдәулет внимание бөлмейді деген сияқты әңгімелер бізде әлі де болып жатыр да. Потому что мен сол эфирден кейін, жұмадан кейін мен Динараға айтқан болатынмын, өтініш, мен жолға шығатын едім, сол менің ыңғайыма кішкене жығылсаң, сәл ертерек келсең, сөйлесіп, сол жерде отырып, әңгіме айтып, мен ары қарай жолыма шығып кетсем, жолға шыққаннан кейін мен 2 күн болмаймын қалада, ұзақ сапарға кеттім. Содан кейін келгеннен кейін обратно отырып сөйлесеміз дедім. Я хорошо деді, сол кезде келді, фото-видеоны істедік, әңгімелестік, бір 10-15 минут сөйлестік тек. Потому что біз пробканы есептедік, барар жолымызда, енді бір кісілерге айтып қойған уәдеміз бар, сол уақытта боламыз деген. Соның бәрін есептеп, жолға шығып кеттік. Сөйтіп жолға шығып, қатты енді жолда шаршадым, за рулем бардым 14 сағат. Сол үшін отырып, сол өлеңдер тыңдап отырып, жаңағыда Динараға жазып қоям. Динара деген өлең тыңдап бара жатып, өзіне бір видеолар жіберіп қойдым, сөйтіп. Күліп, күшті әңгіме болды. Жеттім, аман есен бардым, қызметімізді істеп, бітіріп, обратно шығып жатқан кезде маған Динара айтты, мен қазір қыз баласын бүйтіп бір қаралап, бір не істеуге мүлде хақым жоқ, мен оны бүйтіп істегім келіп тұрған жоқ, олай істемеймін да. Динараға өте наоборот кішкене рахметімді айтамын. Мен айтқан бәрін ескерткем. Сол кезде енді сәл андай әңгіме болып қалды. Сабдәулет, біз не болып кетті арамыз деген сияқты. Ал менде андай бар да. Мен айттым ғой вроде бір рет, келем, Алла қаласа сөйлесеміз, сол жерде мен андай телефонмен жазғанды ұнатпаймын да. Келем, отырып сөйлесеміз бетке бет, көзбе көз, ешкімді алдамай, солай отырып сөйлесіп аламыз деп ойладым. Сол кезде маған жолда звондап қалды. Не болып кетті деген сияқты. Не болып кетті деп жазды. Не болып кеткенін іздеймін. Мен жолдамын ғой, келе жатырмын, Алла қаласа ертең азанда боламын таңмен. Сол кезде сөйлесейік деген сияқты әңгіме болды. Сөйтіп бұл кісі маған ренжіп қалған екен. Жаңағыдай, сол жолда болсаңыз да жазсаңыз болады, хабарласаңыз болады, не үшін ондай нәрселер жоқ деген сияқты. Енді әртүрлі нәрсе болады. Содан өтірік айтпай қойын, күніне бір рет хабарласпасақ, ол да болмай кетті да. Сөйтіп екінші күніне енді сәл қыз баласы сабырсыз болып келеді ғой. Сөйтіп сәл сабыры таусылды ма деп ойладым. Өзім де телефонда енді кішкене неге мені түсінбейсің деген сияқты әңгімелер екеумізде де болып кетті. Ол өзінікін айтты, мен өзімкін айттым. Ұрысып қалдыңыздар, иә? Иә, сәл ұрысу дегенге келмейді енді, бірақ сөзге келіп қалдық. Бұл кісі айтты, типа, солай жүре бересің ба деген сияқты. Мен айтам, сен мені күте алмайсың ба? Мен тірліктерім бар. Енді ертең любой нәрсеге қаражат керек қой. Сол нәрсенің бәрін ойлаймын да мен. Ертең мына қызды мына жаққа апарсам, былай болса, кішкене қалтада ақша болса деген сияқты нәрселерді ойлап жүрді. Сөйтіп келсем, Динара мүлде мен айтты, мен бетпе-бет отырып сөйлескім келмейді. Осылай деп, сөйтіп өз ренішін білдіріп, сонымен Инстаграмға таныстық тоқтады деп салып қойыпты. Сосын мен айтам, тоқтаған несі халық алдында басталды, халық алдында бітеді ол нәрсе. Одан кейін бір жақтан еш уақытта шешім шығармайсың. Потому что мен бармын, ол жерде мен бір зат емеспін, мебель емеспін, сол үшін давай адам сөйлесейік. Содан кейін бәрін отырып сөйлескеннен кейін ортақ шешіммен тоқтатайық деген сияқты келтірдім. Сөйткенем, жоқ, мен ренжіп қалдым деді. Мен қатты ренжіп тұрмын, сол үшін сөйлескім келмейді деді. Онда мен де жолдан келгем, хорошо дедім. Ол кезде де ашуланып тұрған шығар дедім. Сонымен кеше түнде шыдай алмай кеттім. Сонымен жаздым, қалайсың, не болып жатыр деген сияқты, әлі сол ойдасың ба деген сияқты. Ол кісі иә деді. Сонымен бәрібір сіздің ығыңызға, сіз менің ығыма жағыла бермейсіз, қайта мен сізді түсініп тұрмын деген сияқты нәрсе айтты. Онда менің соңғы өтінішім эфирға келші дедім. Эфирді бәрін халықтың алдында ашып сөйлесіп алайық. Мен сені бір қаралайын, бір жамандайын, олай деп айта алмаймын. Просто кел, конкретно үлкен адамдар құсап, біз 18-ден асқаннан кейін ер азамат ретінде, ер азаматша ретінде өзінікін айтсын, ол менікін өзінікін айтайын. Бұл кісі келмей қалып, мен ғана ортада прав болып кетпеймін. Мен иә біліп тұрмын өзім қателігімді. Қыз деген иә алдында фразам болды, өзі де айтады ғой. Гүл гүлге су құймасаң ол солып қалады деген сияқты нәрселердің бәрін айтқан мен, иә может мен өз деңгейімде ондай бір сыйластық көрсете алмаған шығармын. Сабдәулет, енді Динараны тыңдап алайық, иә? Динара, сізден естейікші? Бәрін дұрыс айтты. Бәрін айтып тастады. Былай жасайық, онда сіз Инстаграмда таныстық тоқтатып тастадыңыз. Нақты қай себепке байланысты? Ренжітті ма, артық сөз айтты ма? Әлде сіз өзіңіздің шешіміңіз болды ма іштей? Жақсы, енді бәрін айтып жатыр екен ғой, айтайын. Мен эфирде айтқан болатын. Осы жерге бүткіл халықтың көзінше айттым да. Сабдәулет, маған көңіл бөліп тұр. Қаттырақ дауысыңызды шығарып айтсаңыз. Халықтың алдында айттым да мен негізі. Сабдәулет, маған көңіл бөл, маған ештеңе керек емес. Жай ғана көңіл бөл, жазып тұр. Тірекеңді білдіртіп тұр деп.
айтқан болатынмын, бірақ ешқандай бір прогресс көрген жоқпын. Наоборот, басындағы сол айтпастан бұрын нормально болған сияқты ма деп қалдым да. Одан кейін жазды, киноға барып қайтайық деп Ернардың үміткері бар. Сөйтіп, онымен құрбым болатын, сөйтіп төртеуміз барып қайттық. Бардық, барғанда тоже сондай суықтық. Динара, былай айтсайықшы, көңіл бөлу дегенді сіз нақты қалай түсінесіз, содан бастайықшы. Көңіл бөлу дегенді адам негізі ұнатып тұрса, бар көңілмен сол адамға тырысады да. Яғни тырысу бұл кездесуге шақыру қасыңызда болу ма, әлде тырысу бұл хабарласу, Жоқ, видеомен шығу ма, қалай? кездесу. Мен өмірде де таныстарым көп та, киноға барып қайта аламын. Олардан больше эмоция алып қайтам да мен, чем бұл кісімен қарағанда. Киноға бардық. Ана кино нағыз травма алып келетін кино да, кәдімгі жылап қаласың да. И ол көрді басынан бастап, өтірік деші, басынан бастап жылап отырғанды көрдің, иә? Көрдім, иә. Қалайсың деп бүйтіп қолына ұстап, жалпы бүйтіп жұбату, қалай попкорн ұстады, дәл солай отырып соңына дейін болды. Өзі де жылап отқан шығар мүмкін. Ондай болған жоқ па? Көрсетпей жыладым десең. Содан кейін мен көңілім қалып қойды. Шыққаннан кейін де сөйлесетін шығармыз деп едім. Онымен балдармен сөйлесіп тұрды. Үйге апарып тастады. И болды. Жақсы, давай ұйықтаймын. Мен ұйықтаймын үйге барып. Сен де ұйықтай бер деді. Болды. Кетіп қалды. Одан кейін жақсы керек еді. жоқ, енді хотя бы жылап отыр ғой. Қасында Ернар мысалы үміткерін құшақтап отыр да. Жылап қалмашы, нормально деп ше, бәрі нормально деп. Бұл кісі де ондай емес. Біз екеуміз былай отырып міне. Екеуміз негізі парный не деп отырмыз, міне анау ана жерде отыр, Садорет ана жерде отыр, мен бұл жерде отырмын, мен былай отырмын. Үсіп тонып отырмын да, и жылап отырмын, бұл кісіге андай. Ну, честно. Жоқ, менің ойымша негізі Ернарға ескерту жасау керек сияқты. Себебі Саддәулет дұрыс жасап отыр. Біз қол ұстасақ, құшақтасақ, біз айтамыз, не істеп жүрсің? Жоқ, әлі сөз салған жоқсың деп. Қол ұстасып, құшақтасу емес, хотя бы бүйтіп түртіп қойсайық, жақсы ма бәрі деп ше. Жылап қалмашы, нормально деп, сен көңіл хотя бы көзімен қарау керек қой адамға. Бұл кісі просто кино үшін келген сияқты, просто киноға қарап та отырды солай. Енді қараңызшы, Динара, содан кейін тағы қандай көңіліңіз қалған сәт болды? Себебі бұл сіз өміріңіздегі, Құдай сақтасын, бір жаман ситуация болып жылап отырып, сол кезде жұбатпай қалса, ол онда ренжуге болады, қиналған кезде деген сияқты. Енді киноға болай, енді оны қатты ренжімей қоюға болатын сияқты. Ал одан бөлек ренжігенде емес, просто мен бұл кісінің. Енді қараңызшы, көңіл бөлмеу дегенді хабарласып, жаңағы жазбай, білмеймін, киноға апармақ түгілі жоқ болып кетуі болады ғой. Күніге бір рет жазу баласы ханым дұрыс па? Күніне бір рет жазады сізге. Одан кейін қалай сол күні айтты, біз осындай жолға шығып бара жатырмыз деп жақсы дедім. Күніге бір рет қана жазған шығарсыз. Ал киноға қашан барып үлгеріп жатсыздар онда? Киноға біз после эфира сразу. Кездеспедіңіздер? 3 күндей. 3 күн кездескен жоқсыздар, күніне бір. Суббота, воскресенье кездеспедік. Біз пятница кездестік. Мен жолда болдым. Сіз жолда болдыңыз. Сөйтіп келгеннен кейін отырып сөйлесеміз деп айттым. Иә, бірақ түсіндіріп айттыңыз ғой, телефонмен болса да. Ол кезде бәрін түсінген. Динараның тарапынан андай бір, мен өлең айтып жіберемін, Динара деген өлең. Сол кезде бір жылы сөздер болады, мен оны зар өлең келедім, қарағым ашқым-ақ келді. Аша алмадым да, енді момент карта қарауым керек деген сияқты жолмен кетіп бара жатқаннан кейін. И көрсем, я хорошо деп қана жаздым да, енді мен қазір сезімімді кішкене білдірмеуге тырысамын ше, бірінші алдын ала қатты ашылып кеткенін көрсеткім келмейді. Одан ойлаймын кішкене интересім жоғалып қала ма деген сияқты. И сөйтіп көрсетіп болғаннан кейін маған жылы сөздер айтып жіберген. Сөйтіп обратно қарасам өшіріп тастапты да. Типа мен енді взаимно ответ берген жоқпын ғой. Жоқ, сен жауап бердің. Иә дедім да, қойдым. Еркелетпедім ба, сондай бір нәрсе болды, короче. Сөйттім да, и бұл кісінің сол кезде де тағы бір ренжіп қалғанын түсіндім. Андай, енді қазір еркелетім-ақ келіп тұрды. Просто андай бір қатты бір ашылып бара жатқан сияқты, бұл сезім қалан ба дедім да. Мен не жазып жүрмін кезде айтшы. Мен не жазып жүрмін, есіңде ма? Есімде сияқты. Айта берсек. Неге алмаймын одан, айта бер. Вау, жаным. Ондай емес. Ол емес. Жоқ, мен мынандай текст жазып жүрмін да. Садәулет, жолың болсын, саған ешқандай ренжімеймін, надо будет, мен сенімен и в горе, и в радости буду. Просто пока менің көңілімді қалдырмашы, өтінемін дедім. Негізі мотивация қолдау деген осындай болу керек қой. Қуанышта да, қайғыда да бірге боламын деп. Бұл кісінің ответін білесіздер ма? Не дейді? Я, болды, қазір барамын мен қалаға, сосын сөйлесеміз, давай. Шым ғой. Да, давай потом поговорим деді ғой. Енді мен жолда келе жатырмын ғой, мен қасымда адамдар бар, андай еркелеткім-ақ келеді ғой. Мен негізінде шын айтайын, Баласахан, деп қалдым да, андай бір энергия алдым, бір күшті энергия алдым да. Күшті екен, не деген понятие дедім да, андай
бүйтеді маған, еще екеуміз бір нәрсеге келіспей қаламыз сол кезде де. Сөйтеді да, мен повышенный тондарым үшін, егер де мен мезгілінен тыс сенің мазаңды алып жатсам, кешірім сұраймын деді да. Ол мен вообще андай жүрегімді жылытып жіберді, бұл қыздың сол кезде енді бір ауыз рахмет қолдау. Жоқ, айтқым келіп тұр ғой, қасында адамдар болып тұр да. Еще мен жасайын десем, ана скорость үлкен да енді. Мен бір рет уже жол апатына түскем, одан кейін қатты телефон қарамаймын. Сол үшін келе жатып айтам, я, мен бүйтем. Эмоциям есіме түсіп кетті да қазір. Я, рахмет. Қалаға келем сол кезде сөйлесеміз деген. Біреулер отырса не деген сөздер, рахмет деген сияқты айтады. Енді балдардан ұяласың ғой енді, баласақан адамдар отырады қасында, біреу мамам еркелетіп отырса да мен ұялам да әлі күнге дейін. Андай үйге барғанда да бүкіл күнге мақтайды. Ой, ұялып Сабдәулетті көрмеппін мен. Қазір ұялшақ болып қалған көрдіңіз бе? Еркесіз ғой сіз өзіңіз. Мен Еркелеген жақсы көресіз. Мен еркелеген жақсы көремін, бірақ оны при этом андай в меру ғой бәрі. Сосын мынандай бұл кісі постоянно айтса болды, звондайды ғой. Тоқтатасың ба дейді, сосын я болды тоқтатам, кетші дейміз, түсіндіріп тастайын мысалы. Сол кезде айтады, сен не айтсаң да бөліп жіберейін. Сол кезде Сабдәулет не деп жауап берді, барлығын айтады да, бізде дәл қазір жарнама. Мынандай қыз емеспін, ер адамның несін төмен түсіріп қойып, бұл жерде келіп алып жамандап, осындай деп отыратын қыздардың қатарынан емеспін. Баласаған, Нұржан, мен осындай қыздардан қорқамын шешіні керек. Білмеймін енді, ананы істеді, мынаны істеді, не істесе де жақпай жатыр ғой енді. Ондайыңыз бар, неге Қызылордаға бірге кетпедіңіз бұл кісінің машинесіне мініп алып, кішкене орын болды ғой негізі артында. Түсінбеймін да қыздарға, балаусаған мынандай екен. Не істесең де жақпайды да, жаныма келмеді, құшақтамады, жұбатпады дейді, қолымнан ұстамады дейді. Ұстасаң, жақындасаң тағы әңгіме болады. Жақындамасаң тағы әңгіме. Енді ауыр айтсам ренжімеңіз енді. Танысып тоқтайды дейді, бірақ ана жаман әйел кетем деп қорқытады деген әңгіме болып тұр ғой мына жерде ше. Алдын бір танысып тоқтатам деп айтқан кезіңізде Сабдәулет бір ойбай бір жақсы әңгімелерін айтып алып қалды, тағы да сөйтіп алып қалады деп ойлайсыз ба? Енді белгілі болып тұр ғой мына жерде 100% таныстық тоқтайтын. Олай сізді бір жұбататын, қолынан ұстайтын адам керек болып жатса, мен Дәулет деген жігіт бар бізде. Қолдан ұстап жұбатқанды өлтіреді бұл. Ешкімнің жанына жақындай алмай жүр қазір ше. Осы кісімен танысып көрсеңіз сіздің сөзіңіздің төркіні бір былай реніш қой негізінде. Негізі түсінуге болады ғой бұл жігітті. Алыс сапарға кетіп баратыр. Жанында ер азаматтар бар. Сізге енді айым жаным күнім деп отырмайды ғой, дұрыс қой енді. Түсіну керек шығар. Мен не күтіп жатырмын бұл кісіден? Мен одан қымбат сыйлық бірдеңке сұрап жатырмын ғой. Мен қымбат сыйлық деп жатырмын ба? До конца тыңдаңызшы, енді мен сізді тыңдадым ғой, дұрыс па? Сыйластық болсын арамызда. Сіз сөйлемеймін. Андай да, мен ештеңе күтіп жатырған жоқпын ғой. Жай ғана мен тірімін, жақсы барлығы деген күтіп отырмын. Мен бір как будто бір айт сұрап отырған адам сияқты, не надо реально говорю. Просто сосын бір жағынан жаңа айтып жатсыз ғой, типа мен тоқтатып қалама деп. Мен оны ұстап тұрған ешкім жоқ. Мен ойбай Сабдәулеттен басқа далада ешкім қарамай қалады деген қыз емеспін. Балаша ханым, Балаша ханым, жаңа жауап бересіз. Мен негізі бұл жерде андай ғой, сізге алдына сұрақ қойдым ғой. Алдында Сабдәулеттің кішкене артқа шегініп жатқанын, кішкене сізге көңіл бөлмей жатқанын байқап жатсыз ба деп алдын сұрақ қойдым сізге. Сіз жоқ деп айттыңыз, бәрі идеально деп айттыңыз ғой. Бірақ сол кезде сізге негізі бұның барлығы андай жиналып келеді ғой. Өйткені қараңызшы, бізге негізі Нұржан жігіттерді андай өзің білесің ғой енді. Шынымен де жігіт ұнатып тұрса бар ғой, кез келген ситуацияда, кез келген жағдайда оған жазады. Вот. Жауап береді негізі ше, мен жігітпін ғой, түсінемін шынымен де. Бірақ Сабдәулет енді ұнатпайтын кішкене қызды бәрібір де бір сезім жоқ екені көрініп тұр ғой. Бірақ енді Сатик сен барлығын қыз жаққа ысырып жатқаны кішкене біртүрлі болып қалған сияқты. Қыз маған ренжіді, қыз таныстықты тоқтатайық деп бірінші айтты. Яғни сен сол айтып отырсың, қыз жаққа ысырып жатсың барлығын. Бірақ та енді сенің көңіліңнен шықпады, бірақ та сен қызды кішкене кінәлі қылып жібергің келіп тұрған сияқты бұл жерде. Қыздың көңілінен мен шықпадым, сондықтан қыз тоқтатты, мен қала салайын деген сияқты әңгіме. Алдында сен айттың ғой, бұл таныстық менің бұрынғы таныстарым сияқты емес. Екі кездесу тұрып қалатын нәрсе емес, үш кездесу болды. Яғни бұл үш кездесуге барды ұзақтығы сонда. Осы жігіттер баласаған андай болады ғой бізде. Жігіттер емес барлығысында болады. Өміріңде бір қыз пайда болады ғой. Ұнатып күшті жүріп бастаған кезде кішкене бұрынғы қыздарың немесе жаңадан бір қыздар пайда бола бастайды. Негізі ше. Сондықтан бұны байқаған негізі Сатиктің көңілі барлық халыққа да аян деп тұрмын, қатысушыға да аян. Бәрібір кішкене Зарина пайда болып жатыр ма дегенде кішкене ой пайда болады. Өйткені шынымен де қарап тұрсаңыздар болып баратқан сияқты қарап тұрсаңыздар. Жауап берсем бола ма? Жауап беріңіз. Бекзат өте орынды шығар. Бірақ та мынандай нәрсе бар да. Мен сен адаммен не үшін танысасың? Сабақ алу үшін, немесе ол саған сабақ болып келеді, не бағың болып келеді да. Мен көп нәрседен сабақ алдым осы күнге дейін. Мен бүгін осы эфирға дейін өзімнің бір екінші анаммен сөйлестім десем де болады. Ол кісі айтады да маған, Сабдәулет, сен өте жақсы жігітсің дейді. Бірақ сенің ухаживаниең басындағы беретін вниманиең жаңағыдай до мелочи сен көңіл бөліп тастайсың. Содан кейін ол нәрселер көрінбей қалады қыздарға дейді да. А сен оны кейінірек істеу керексің дейді да. Жай этаппен. А мен сразу сондайға үйренгенмін да, андай ойбай тамақ іштім екен, ойбай есік жабылды ма екен деген сияқты нәрселердің бәрі менің мына жерімде тұрады. Маған кезінде бір қыздар да айтқан, Сабдәулет, сен негізінде шынайы өмірде бір қыз ухаживаниеңді көрсе, саған любой қыз сынып қалатын шығар деген сияқты нәрселерді айтқан да. Сол үшін андай мен басында соның атын айта алмай ақ қояйын.
бірақ сөйтіп айтқан кездері болған екен да. бірақ садәулет сұрай кетейінші, жаңағы айтып жатсыз ғой, бар қамқорлықты көрсету дегенде неге әрі қарай жалғастыра беруге Сол мен мысалға жасаған кезде ойлаймын ғой енді уақыт керек, істеймін ғой деген сияқты алдағы нәрселерге негізі еркек баласы айта бермейді, бірақ мақсат қойып қойғаннан кейін сол нәрсеге жету болады да мақсат. Сөйтіп келатып мен басында қатты несеп қояды екенмін, беріп қояды екенмін, а потом бүйтіп қарасам уже көзге көрмей қалады екен да шынымен де. Бірақ сол нәрселердің бір нюанстары орындала береді да жаймен. Бірақ ол өзіме енді сабақ болып тағы да бір тиіп тұр да. Енді мен Бекаға жауабым конкретно. Мен әр таныстығымнан кейін әр адамнан сабақ алып жатырмын Бека. Сол үшін түзеліп келе жатырмын деп ойлаймын. Енді мысалға бүгін Динарамен болса болды, болмаса болмады деген әңгіме емес. Просто тағы да бір сабақта болмаған. Маған плюс ол. Ертең мен басқа қызбен таныссам, мысалға, жаймен бүйтіп по полочкам бәрін сөйтіп солай. Бекзаттың айтып отырған Заринаға қатысты ол да бір сабақ болып қалған дүние деп. Иә, маған бір жақсы. Енді айтайыншы Балауса ханым, ал Динарадан сен қандай сабақ алдың? Немесе қазір ғана айттым ғой. Иә, қарашы былай айтайыншы, Динараның бойынан саған ұнамаған қасиеттер айта аласың ба? Мысалға, маған мынандай болады ғой, мен ұнатпай тұрып, егер де мен ұнатпай тұрып ол қыз менің миым жей болса, мен прямо айта саламын. Мен сенің осы қасиетің маған ұнамайды, миым жей. Жалпы Динараның деп айтпай сабырсызданбаңыздар, кішкене күтіңіздерші, болады деген сияқты нәрсе. Сол кішкене сабырсыздық қой. Яғни осы қасиет ұнамады. Иә, мен келем, сөйлесеміз, бәрін обсудим, бетке бет деген сияқты әңгіме, сәл асығыстық болып кетеді да. Жоқ, тоқтасын. Сен келгенше мың ойланасың ғой уже. Ау? Сен келгенше уже мың ой келеді ғой басқа. Енді қыз баласы солай ойланады, видишь, а мен фокусым басқа жақта. Мен де мынандай да, настроить еттім, короче. Келдім, мен Динарамен сөйлесем, уложиться етем, нормально болады. И біз дальше сөйлесе береміз деген сияқты ғой. Біз сол жерде моментально сөйлестік. Қай жерде проблема, сонымен ғана жұмыс істеп ары қарай кеттік деген сияқты. Негізі мынандай нәрсе ғой, Балауса ханым, мен айта кетейінші, жалпы жаңа айтып жатыр ғой енді Садәулетке енді айтып кетсең болады, уақытың болса бір звондап қойсаң болады деген сияқты әңгімелер айтып жатыр ғой. Негізі Садәулетке анандай ұнамайды да, бір өзінің ара қатынаста қызы болмаса, бір таныста жүрген қыз болса да бір отчет беріп, оған каждый шагын айта беру. Негізі ол көп еркектерге қатты ұнай бермейтін нәрселерді. Мен Садәулеттен сол нәрсені байқағам көп. Осы ара қатынаста, таныстықта болған кезде. Просто мен сізге айтқым келетіні просто мынандай нәрседе, сіз бір қатты асығыстық жіберіп жатсыз да Садәулет жаққа. Ал Садәулет ол нәрсені қалап жатқан жоқ. Сіз жаңа сұрап отырсыз ғой, мен ештеңе сұрап жатқан жоқпын, бірдеңені алып бер деп айтып жатқан жоқпын деп. Былай қарап отырсаң, бір Садәулеттің алып беретін де ой жоқ сияқты сізге қарата ол нәрселерді. Сіздер біріншіден жұптық ара қатынаста емессіздер. Мен кейбір үміткерлерді түсінбеймін да, Балауса ханым осы жаққа келеді да, бір біздің жігіттерді бір байдың жігіттері деп ойлай ма, бір келе сапандай гүлді бірдеңені жаңағы тамаққа апару, свиданияға, мен далада жүрмеймін деген сондай өздерінің бір талаптарын қойып тастайды да. Бірінші, одан кейін андай бір оларға қарсы пікір айтсаң, мен қыз басымен таңдап келдім ғой деген сияқты өздерінің талаптарын бір шынымен де біздің қатысушылар наоборот үміткер болып кететін сияқты бір тонауға келе ма, әлде танысуға келе ма, мен сол жағынан көбінесе түсінбей жүргенім бар негізі ол жағынан ше. Просто сіздің қазір ренішіңіз, алдыңғы эфирдан бері айтып келе жатқан ренішіңіз бір нақты реніш жоқ та, сіз андай бүйтіп астарына бүйтіп ар жақтан жеткізесіз да, біз оны түсінбейміз да, өзіңіз де оны түсінбей қаласыз ба иногда. Просто мен Садәулетке қарап айтқым келеді, Садәулетке бір Заринадан артық қыз табылмайды. Бұл Зарина тік сөйлейді, ойында не бар, маған мынау ұнамайды ма, осы Садәулет маған ұнамайды, осы нәрсеңді түзе деген сияқты по полочкам айтып береді да, бұл қыз андай мыжы пока ана жеткіземін дегенше Садәулет ұмытып қалады, оның басы ауырып, короче, ана не болып жатыр деп ойланып қалатын сияқты. Балауса ханым, енді нақты айтайын ба, мен өзім ренжіп отырғаным да, бізде просто эмоционально качели болып жатыр да, басынан бәрін ухаживать етіп, жақсы болып, есігіңді ашып, там көмектесіп бәрі істеп жүрді ғой. Ең бірінші эфирде мен айтып отырдым, ол барлығы жақсы бәрі деп ше. Мы влюбляемся не в слова, а в поступки же. Не қалай ухаживать етесің, дәл солай қараймын саған. И содан кейін бір моментте тұрады, өзімен өзі андай жоқ болып, жазбай бүйтіп, как будто тоқтатқысы келіп жүрген сияқты өзінің намектары болып жатыр да. Мен сол үшін ренжіп отырмын. Нақты менің ренішім сол. То, что эмоционально качели. Ты либо есть, ты либо нет. Осыдан түйетін сабақ сізге басында, яғни өзіңізді бардан одан да әрі жақсы етіп көрсетуге тырыспау керек. Себебі негізі есік ашу басқа деген дүниелер ол сіңіп кететін әдет. Ер азаматта ол нәрсе немесе бар, немесе жоқ. Сондықтан да егер де сізде ол жоқ па, өйтіп тырыспай-ақ қойыңыз. Жоқ, ондай нәрсе емес, бар ондай нәрселердің бәрі. Солай қабылдайды. Ол әдет негізінде қалыптасып кететін. Егер де әдетке айналдырамын десеңіз, оны әрі қарай жалғастыру керек. Ал егер де жоқ десеңіз, онда тұрған негізі ештеңе жоқ. Сіз оны бірден солай қалай барсыз, солай көрсету керек. Жоқ, ол нәрсе менде бар, есік ашып беру. Мен мамам маған еркелеп тұрады әлі күнге дейін. Үйден шығып бет қолым жуып келе жатсам да, мама отырмайды машинаға, пока мен есігін ашып беріп отырғызғанша ше. А потом мен келем, есігін ашып беремін, алдына бүйтіп отырып, одан кейін есігін жауып, өзім обратно барамын да. Қыздарда неге осындай айырмашылық? Жоқ, ондай нәрсе емес. Просто қалай айтсам болады. Мен есігіңді ашып болса да аша беремін, ашып та жүрдім. Ол есікке келген емес. Просто менің бар болып, я жоқ болып кеткенім ғой. Ал бар болып, жоқ болып кетуім себебі ол жол болып тұр да. Ал маған просто не конкретно істеген да. Сен либо айт, жолға шықпа, мен ренжіп қалам. Болды, бармай ақ қойшы деп айтсын.
базар жоқ та, мен сол кезде түсінемін. Ал сен шаруаларың ғой, мен неге жоқ, айтамын. вот именно, мен шаруаларым бар екенін біле тұра, уже мен жолда екінші күн жолдамын, за рулем 14 сағат келе жатырмын. А уже маған айтады да, не болып кетті дейді да. Ей, мен жолдамын ғой, енді келе жатырмын ғой, сөйлесеміз ғой келгеннен кейін десем, жоқ, маған бұл нәрсе ұнамайды. Не үшін хотя бы хабарласпайсың деген сияқты. Вот не конкретность да просто. Балсахан айта кетсем болады ма? Айдана. Мен енді Сатаулет қанша жерден досым болса да ше осы жерде түсінбей отырмын да. Тастады, мен де оны азайту керек деген сияқты нәрселер айтып жатыр ғой. Мен сонда ойлап тұрмын да, ол деген андай бір белгілі уақытта ғана емес, ол вообще безлимит болу керек деп есептеймін да. Ер адам мысалы саған ухаживать етті ма, ол андай санасып емес, ол чисто от души болу керек та. Мен так бір рет есігін ашып қойдым, енді есігін ашпаймын деген дұрыс емес қой. Ол деген сенің жан дүниеңнен шығатын нәрсе, ол деген автоматически болу керек деп есептеймін да. Бір кезде ухаживать еттім, бір кезде етпеймін деген ол қате деп ойлаймын да, санасып істеген. Және де мен мына жерде Динараның тарапынан айтып отқандарын түсініп отырмын да, өйткені басында келе салған кезде осы Сатаулеттің көзі жанып, жақсы таныстық болады деп айтты да. Қазір мысалы сөніп қалған, ол тіпті бізге де байқалып отыр да, оның қызығушылығының жоқ екені деген сияқты. Мен де таң қаламын да, неге басында үнемі осындай қызығушылығы күшті болып көзі жанып тұрады да, бүкіл таныстықтың соңында осылай сөніп отырған Сатаулетті көреміз. Бірақ Айдана қараңызшы, нақты қызығушылыққа қатысты жаңағы есік ашу басқа деген ол жаңағы мырзалық әрекет қой. Ал қызығушылық деген менің ойымша ол енді кәдімгі сіз қызбен немесе жігітпен сөйлесіп бастайсыз. Уақыт өте келе ол адамның бір қылығын көресіз, әрекетін көресіз, сізге ұнамауы мүмкін және сол бойынша көңіл суи бастайды. Бірақ Сабдаулет оны айтып тұрған жоқ, себебі қыздарда да дәл солай болады. Бір жаман әрекетін көріп қалдың, жайлап көңілің қала бастайды, қызығушылығың өше бастайды дегендей, солай деп түсініп тұрмын. Просто мен ойлаймын да, неге үнемі одно и то же повторяется деп ойлаймын да. Бүкіл таныстықтың соңында осылай бітеді деген сияқты ой келеді да. Мүмкін қателіктің бәрі Сабдаулеттің тарапынан шығар деп ойлаймын да, қыздардың тарапынан емес деген. Сабдаулет. Айдана өте дұрыс айтады. Бірақ та енді жаңағы бірінші мысалыңа мен жаңа ғана жауап бердім. Ол менің мырзалығым болсын, қандай ухаживанием болсын, ол баяғыдан бар и бола береді да. Ол мен санасып, бүгін істедім, ертең істемеймін деген нәрсе емес. Ол бола береді. Просто енді Баласахан, бірақ Айданан сұрақ шынымен де ше, мен басында қалай қабылдаймын адамды деп қаламын да, кәдімгідей вау деп сөйтемін да, андай уже кішкене адамды танығаннан кейін ба менде андай болады. Енді асықпау керек деген сияқты ше. Мен эмоциямды бердім, енді асықпау керек. Бәрін по полочкам қоям, осылай деген сияқты нәрселер. Енді мен қалай айтсам болады, сөніп қалды дейтіндей, маған көбісі нағара арым қатынаста сен күшті болып жүргенсің деген сияқты әңгімелер өте көп. Мен олардың бәрін қалай мимо ушей жіберемін да уже, потому что ол маған уже үйреншікті әңгіме. И мен уже түсінбеймін, кімге қалай сөйлеу керек, кімге қалай ухаживать ету керек. И мен қазір айта аламын толықтай, бұл нәрсе енді менің өмірімде былай бола беретін болса, мен білмеймін, өзімді таба алмай кететін сияқтымын Баласахан. Шынымен де эмоция берем, танысып көрем, сөйлесіп көрем. Енді ұнамайтын жерлерін, бірақ Динараға риза жерім, ол тоже ұнамайтын жерін сразу айтады. Андай жасырып қалмайды, маған айтады. Мен конкретно айтты да ол. Мен үйде еркелеп өскен қызбын, маған көңіл бөлу керек, осындай болу керек деп маған айтты конкретно. Мен оны түсіндім, и сразу оны қолға алып бастадым. Одан кейін бірақ қайтадан жолмен енді сынақтарыммен болып кетті енді Баласахан. Мен білмеймін. Ақталамаймын ешқалай ше. Баласахан, мынандай болып тұрады, Сабдаулет. Мен сұрақ қойғым келіп тұрады Сабдаулетке. Сабдаулет, қара, сен басында қызығушылығың бар екенін негізі байқадық та бәріміз. Енді қазір қызығушылығың жоқ. Соны неге ары бері тартпай бірден енді қызығушылығың қазір болмай қалды деп солай ашық айта салуға не түрткі деймін да? Сен просто ақтала бересің да, анау мынау деп просто ұнамай қалды ма? Я ұнамай қалды. Мына жақта сезім болмай қалды деген сияқты нәрсе айтуға каждый таныстыққа сөйтіп ақтала бересің. Қызға қарай жаба саласың. Просто өзің жақтан, мен жақтан сезім ашылған жоқ. Еңлі қазір өте ауыр кезеңді бастан өткеріп жатыр. Ол ауруханаға түсіп қалды, бірақ нақты не болғанын ашып айтпады. Дегенмен оны көрген адам оның өзін жайсыз сезініп жүргенін бірден байқар еді. Бәлкім, денсаулығынан бөлек, оның жан дүниесінде де ауыртпалық бар сияқты. Әдетте мұндай сәттерде адамға ең жақын достары тірек болып, қасында жүретін еді. Ал қазір, өкінішке қарай, Еңліктің жанында ешкім жоқ. Бұрын бірге жүрген, күліп ойнап жүрген достары бір-бірлеп жоқ болып кеткендей. Бұл өте ауыр әрі көңілге қаяу түсіретін жағдай. Еңліктің Ақерке деген жақын досы бар еді. Олар бұрын өте жақын болған, бірге күліп, бірге жылаған күндері де болған шығар. Бірақ дәл қазір Еңлікке ең қажет сәтте Ақерке жанында жоқ. Бұл нағыз достық па деген ой туады. Расында дос деген қуанышта ғана емес, қиындықта да жанында болатын адам. Қазір Еңліктің жанына баруға себепте, сылтау да іздейтін уақыт емес. Қасында болу парыз секілді. Бірақ өкінішке қарай Ақерке олай істемеді. Еңлікке бұл өте ауыр тиген шығар. Өйткені нағыз досынан дәл осындай салқындықты күтпеген болар. Бірақ осы сәтте бір адам бәрібір келді. Ол Расул. Расулдың келуі Еңлік үшін үлкен тірек болды. Бұл оның шын мәніндегі дос екенін көрсетеді. Достық сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Қиын сәтте қолыңнан ұстап, жаныңда болатын адам ғана шынайы дос. Расулдың Еңлікке келуі жай ғана көңіл айту емес, жанашырлықтың, адамгершіліктің белгісі. Мұндай сәттер адамға үлкен сабақ.
өмірде кімнің шын дос, кімнің жай ғана таныс екенін осындай қиын сәттерде білесің. Кейде бірге жүрген адамдардан қолдау күтесің, бірақ ол қолдау мүлде басқа жақтан келеді. Бұл еңлікті бір жағынан ренжітсе де, екінші жағынан көзін ашты. Енді ол кімге сенуге болатынын, кімге үміт артуға болмайтынын түсінді. Ақеркемен бұрынғыдай дос бола ала ма, жоқ па, ол уақыттың еншісінде. Бірақ дәл қазір бастысы еңліктің денсаулығы, оның ішкі тыныштығы. Жаны жаралы кезде қасында болып, шын жүректен қолдау көрсеткендер ғана оның жүрегінде қалады. Басқалары жай естелікке айналады. Қазір еңлікке жылы сөзден гөрі жылы жүрек қажет. Ол үшін сөзбен жұбатудың орнына қасында болып, үнсіз болса да қолдау көрсету ең үлкен көмек. Уақыт өте келе бәрі орнына келеді. Бірақ бұл күндер оның есінде мәңгі сақталады. Жанында болғандардың да, болмағандардың да бейнесі анық көрінетін болады. Еңлік үшін бұл сынақ тек денсаулығына ғана емес, адамдарға деген сеніміне де қатысты болды. Ол бұрын барлығына сенетін, әсіресе жақын достарына. Әрқашан бірге жүріп, қуанышын бөліскен адамдар қиын сәтте де жанында болады деп ойлайтын. Бірақ өмір кейде бұл сенімді сындырып, шындықты көрсетіп береді. Бұл ауыр, бірақ керек сабақ. Мұндай сәттер адамның ішкі әлемін өзгертеді. Еңлік енді бұрынғыдай аңғал болмайды. Ол кімге сенуге болатынын, кімге жүрегін ашуға болмайтынын үйреніп жатыр. Бұл оңай емес, бірақ өсу үшін кейде дәл осындай ауыр тәжірибе қажет. Кей адамдар өміріңнен кетеді, ал кейбіреулер жаңа қырынан ашылып, сен үшін бұрынғыдан да қымбат бола түседі. Расул секілді. Расулдың қарапайым әрекеті ауруханаға келіп, қасында болғаны сөзсіз үлкен мағынаға ие. Ол еңлікке сенім берді, бұл өмірде жалғыз емес екенін, бәрібір шынайы достар бар екенін көрсетті. Кейде бір адамның жанашырлығы бүтін бір әлемді құтқара алады. Еңлік үшін енді бастысы тезірек сауығып кету. Жаңа күш жинап, жаңа өмірге қадам басу. Иә, бұл кезең артта қалмайды, жүректе із қалдырады. Бірақ ол іздер оны әлсіз емес, мықты адам етеді. Болашақта бұл күндерді еске алғанда ол жыламай, күлімдеп отыратын болады. Себебі осы сәттер оның кім екенін, кімге сенуге болатынын, және өмірдің шынайы құндылықтарын үйретті. Ақеркеге келер болсақ, мүмкін ол да өз шындығымен өмір сүріп жатқан болар. Бірақ шын достық бір сәттік ренішпен, уақыт тапшылығымен, не себепсіз алыстаумен өлшенбейді. Егер адам шынымен қаласа, уақыт табады, сөз табады, жол табады. Еңлік оны күтті, бірақ ол келмеді. Бұл да жауап. Қазір ол жай танысқа айналды. Енді бұрынғыдай қарым-қатынас болмауы да мүмкін. Еңлік ешкімге ренжіп, кек сақтамайды, бірақ жүрегінің есігін қайта аша қоюы екі талай. Расул мен еңліктің арасында не бар? Бұл сұрақты біреу сырттан қарап қоймай, кейде еңліктің өзі де өзіне қояды. Олар жай ғана дос па? Әлде бұдан да терең, бірақ сөзбен айтылмайтын бір нәрсе бар ма? Екеуінің қарым-қатынасы ерекше, тым тыныш, тым терең, бірақ сырт көзге түсініксіз. Бірақ жүрек бәрін сезеді. Расул көп сөйлемейтін, артық қимыл жасамайтын, бірақ әрқашан орнымен әрекет ететін адам. Ол уәде бермейді, бірақ ешқашан жалғыз қалдырмайды. Еңлікке ең қиын сәтте дәл сол келді. Ауруханаға ешкім келмегенде, есікті бірінші болып ашқан Расул бұл жай ғана жанашырлық па еді? Әлде жан тереңінде жатқан, айтуға батыл жетпеген бір сезім бе? Еңлік оны көргенде жүрегі тынышталып қалғандай болды. Расул ештеңе айтпады, ұзақ сөйлеспеді. Бірақ оның жанында болуының өзі үлкен демеу. Сол сәтте еңлік бәрін түсінді. Қиын кезде жаныңда отырған адамның үнсіздігі кейбіреулердің мың сөзінен артық. Міне Расул сондай. Оның болмысы тыныштық. Бірақ сол тыныштықтың ішінде жылу, қамқорлық, тіпті махаббат бардай. Расул еңлікке ешқашан сезімін ашық білдірмеген. Мүмкін ол да қорқатын шығар, достықты жоғалтып алудан, қабылданбай қалудан. Немесе ол үшін істері сезімнен де маңыздырақ. Қай кезде болмасын көмектесуге дайын тұратын, сөзбен емес, іспен сөйлейтін адам Расул, ал еңлік ол да оны ерекше бағалайды. Бірақ ішінде бір сұрақ бар. Бұл екеуінің арасындағы байланыс махаббат па, әлде терең достық па? Қазір олар жай ғана дос. Бірақ бұл достық қарапайым емес. Еңлік Расулдың қасында өзін қауіпсіз сезінеді. Қорған тапқандай болады. Ол ешқашан бағаламай кетпейтінін, тастап кетпейтінін біледі.
осындай сенім тек достықта бола ма? Әлде махаббаттың іргетасы осындай сеніммен қалана ма? Кейде екеуі үндемей отырып, бір-бірін бәрінен жақсы түсінеді. Бірге өткізген қарапайым сәттер, жай серуен, бір кесе шай, қысқа әңгіме олардың арасында терең байланыс орнатады. Бұл байланыс сөзсіз туады, және оны ешкім бұза алмайды. Бірақ бәрібір екеуі де жүректерінде бір сұрақпен өмір сүріп жатыр. Егер бұл тек достық болса, неге дәл сол адамның жанында болғың келеді? Не үшін оның пікірі бәрінен маңызды, неге оның көзіне қарап, көңілің босап кетеді? Мүмкін бұл сезім уақыт өте анықталар. Мүмкін бір күні Расул батылдық жинап, өз сезімін айтар. Немесе еңлік өзі жүрегін ашар. Ал әзірге бұл екеуінің арасында үнсіз, бірақ мықты байланыс бар. Достық пен махаббаттың арасында тұрған нәзік көпір сияқты. Сол көпірмен бір-біріне жақындап келе жатыр, бірақ қай тұста тоқтайтынын өздері де білмейді. Бәлкім, олар үшін дәл қазіргі күй ең дұрысы. Себебі бұл сенімді, бұл шынайы, бұл шусыз. Ал махаббат деген міндетті түрде айқаймен, мойындаумен өлшенбейді. Кейде ол жанында үнсіз отырып, жай ғана қолыңды ұстаудан басталады.